Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге араб халқының ерекше құймақтарын жасау жолымен бөлісемін. Бұл құймақтарымыз жылдам уақытта дайын болады және де құрамына қосылатын ингредиенттер үйден табылады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Дайын ыдысымызға 200 мг жылы су құямыз және 300 мг жылы сүтті құямыз және оның үстіне бір ас қасық қант саламыз және жарты шай қасық ашқымыз салып, жақсылап блинчиктің көмегімен араластырамыз. Толықтай еру қажет және оның үстіне електен өткізілген ұнымыз саламыз. Бұл жерде 200 грамм ұн. Ұнды барлық бірден саламыз және де соңында блинчикпен жақсылап толықтай ерігенше араластырамыз. Дайын қамырымыздың бетін пищевой пленкамен жабамыз және бөлме температурасында немесе жылы жерге 20 минутқа қоямыз. 20 минут өткеннен кейін қамырымыз осылай кішкене көтеріледі. Бетіндегі пленкасын алып, оған бір шай қасық қопсытқыш саламыз және де 2 ас қасық сұйық май құямыз. Блинчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Бізде осылай қамыр көтерілген уақытта кішкене көпіршіп тұрады. Блинчикпен жақсылап араластырғаннан кейін көпірігі басылып бір қалыпқа келетін болады. Жақсылап толықтай араластырамыз. Содан соң құймаққа арналған табамызды қыздырамыз. Егер сізде бұндай таба болмай жатса, ең бастысы асты жабыс қалмайтын ыдыс қолданғандарыңыз дұрыс болады. Және де біздің қамырымыздың құрамы тым сұйық немесе қою болмаған дұрыс. Егер қою болып жатса, міндетті түрде кішкене су құйып жіберіңіздер. Ал сұйық болып жатса, кішкене ұн саласыздар. Енді құймақтарымыз пісіреміз. Әр қамырдан 2 ас қасықтан құямыз. Міндетті түрде 2 ас қасықтан кем болмау қажет және табамыз қызып тұру қажет. Құймақты құйған уақытта бірден осылай көпіріп тесіктер пайда болады. Яғни бұл құймақтарымыз пісіп жатыр деген сөз. Шамамен 2 минутта пісіреміз. Бұл тез піседі. Міндетті түрде бір жақ бетін пісіреміз, екінші жақ бетін пісірмейміз. Және піскенін білу үшін қолымызбен бетін ұстаған уақытта бізге жабыспау қажет. Яғни қамыр қолға жабыспау қажет. Мінекей осылай барлығын пісіріп алдық. Енді ортасына салмасын саламын. Бұл жерде мен алмалы жем қолдандым. Салмасын өзіңіздің қалауыңызға қарай қолдансаңыз болады. Шоколадты паста салсаңыз болады, немесе етті салма салсаңыз болады. Яғни фаршты жақсылап қуырып аласыз да ортасына саласыз. Мен шайға жасап жатқаннан кейін осындай тәтті болу үшін алмалы жем қолдандым. Енді құймақтарымызды түйеміз. Видеода көрсетілгендей бір жақ шетінен бастап жабыстырамыз. Бірден жабысып қалатын болады. Біздің құймақтарымыздың түйілу ерекшелігі осындай, яғни 3 бұрышты болып шығады. Және достар, ортасы піспей қалды деп уайымдап жатсаңыздар, онда қызып тұрған пеште осылай түйіп алған соң, қызып тұрған пеште 180 градуста 5-10 минуттай пісіріп аласыздар. Негізі табада піскен уақытта бізде барлығы бірден пісіп шығатын болады. Мінекей достар, осымен біздің араб құймақтары дайын, өте ерекше құймақтардың бірі. Кешкі шайға міндетті түрде осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Тез және оңай жасалады және де өте дәмді болып шығады, тәтті болып шығатын болады. Видео рецепт ұнап жатса, видеоға лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар және де каналға тіркелмеген болсаңыз, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.